Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Рахимбеков Болат Кулашевичпін. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы орамал тастау, бүгінгі сабақтың тақырыбы қолдобу. Қолдобу ұлттық ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойындары тек көңіл көтеру үшін ғана емес, сонымен қатар балалар мен жастардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік дамуына арналған маңызды құрал. Сол ұлттық ойындардың ішінде ерекше орын алатындардың бірі қолдобу. Бұл ойын жылдамдық, ептілік, дәлдік, күш-қуат және топтық стратегияны қажет етеді. Қолдобу балалар мен жастардың өзара байланыс орнатуына, командалық рухты дамытуға, реакция жылдамдығын және шапшаңдықты жетілдіруге арналған ұлттық ойын. Сонымен қатар ол мерекелік және демалыс шараларында ұлттық дәстүрді дәріптеу құралы ретінде де маңызды. Ойынның шығу тарихы. Қолдобу ойыны қазақ халқының көшпелі өмір салты мен ауылдық балалардың ойын дәстүрлерінен туған. Этнографтардың пікірінше, бұл ойын қазақ ауылдарында 19-20 ғасырлардан бері ойналған, әсіресе жазғы демалыс кезінде, ауылдық тойларда және мерекелік шараларда. Балалар мен жастар топ болып жиналып, бір-біріне ептілік, жылдамдық, күш-қуат көрсету үшін қолдобуды ойнаған. Ойын арқылы балалар мен жасөспірімдер бір-біріне сенім артуды, топпен үйлесіп әрекет етуді және әділдік қағидаларын үйренген. Сонымен қатар ойын элементтері көшпелі өмірде шапшаңдық пен дәлдікті дамыту, ат үстінде немесе далада жылдам қозғалу сияқты дағдылармен байланыстырылған. Ойынның мазмұны мен жалпы сипаттамасы. Қолдобу топтық ойын. Ойыншылар екі немесе бірнеше топқа бөлінеді. Бір топ қарсыласқа шеберлікпен допты немесе арнайы қолға дайындалған ойын құралын лақтырады, ал қарсы топ оны ұстап немесе қайта лақтырып жауап береді. Негізгі ерекшеліктері: жылдамдық, ептілік және күш-қуатты дамыту. Қозғалыс үйлесімділігі мен реакция жылдамдығын арттыру. Командалық ойын, тактика мен стратегияны қолдану. Тапқырлық пен қарсылас әрекетін болжау. Ұйымшылдық пен бір-біріне көмек көрсету. Ойын барысында тек физикалық күш қана емес, сонымен қатар шешім қабылдау қабілеті, топтық үйлесім және қарсылас әрекетін болжау маңызды. Ойынның негізгі ережелері. Бір ойынға дайындық. Ойын алаңы тегіс, қауіпсіз болуы тиіс, алаң шеңбер немесе тікбұрыш түрінде белгіленеді. Қатысушылар екі немесе бірнеше топқа бөлінеді, әр топқа белгі беріледі. Ойынға арналған құралдар алдын ала дайындалады, топ қолдобу шарлары немесе арнайы матадан жасалған құралдар. Екі ойынның басталуы. Топтар белгіленген алаңда қарсыласқа қарсы орналасады. Төреші немесе ұйымдастырушы сигнал береді, ойын басталады. 3 ойын барысы. Бір топ қарсыласқа құралды немесе допты лақтырады. Екінші топ оны ұстап немесе қайта лақтырып жауап береді. Құралды дұрыс ұстамау немесе ережені бұзу ұпай жоғалтуға келеді. Ойыншылар құралды дәл лақтыру, қарсыластың қозғалысын болжау және топпен үйлесіп әрекет етуі тиіс. 4 жеңіс шарттары. Қарсыластың барлық ойыншыларын белгіленген ереже бойынша түсіргенде, немесе ұпай санына жеткенде жеңіс жарияланады. Кей нұсқада ойын белгілі уақыт аралығында өткізіледі. Ең көп ұпай жинаған топ жеңіске жетеді. 5 қауіпсіздік. Құралды қатты лақтырмау, қарсыластың денсаулығына зиян келтірмеу. Алаңда жарақат алу қаупін азайту үшін алдын ала ереже түсіндіріледі. Қатысушылар бір-бірін құрметтеу және әділдік қағидаларын сақтау міндетті. Ойынның тәрбиелік мәні. Бір физикалық даму. Жылдамдық, ептілік, күш-қуат дамиды.
қозғалыс үйлесімділігі қалыптасады, тепе-теңдік сезімі артады. Бұлшықет дамуына, икемділік пен реакция жылдамдығын арттыруға көмектеседі. 2. Психологиялық әсер. Қарсыласқа құрметті үйретеді. Шешім қабылдау қабілетін, логикалық ойлауды дамытуға ықпал етеді. Жеке және топтық жауапкершілікті қалыптастырады. Сенімділік пен батылдыққа тәрбиелейді. 3. Әлеуметтік және мәдени тәрбие. Ұлттық дәстүрлерді дәріптейді, ойын мәдениетін сақтайды. Командалық рухқа, бауырластыққа және бір-біріне қолдау көрсетуге баулиды. Мерекелік немесе ойын-сауық шараларында жастар арасында байланыс орнатады. Ұлттық құндылықтарды, достықты және әділдік қағидаларын қалыптастырады. Қазіргі замандағы қолдау. Бүгінде қолдау мектептерде, спорт секцияларында, ауылдық және қалалық мерекелерде ойналады. Республикалық және аймақтық жарыстар ұйымдастырылады. Балалардың физикалық және психологиялық дамуына ықпал етеді. Ойын жастарға ұлттық дәстүрді дәріптеу және командалық рухты дамыту құралдары ретінде ұсынылады. Кейбір өңірлерде қолдау фестивальдер мен мерекелік іс-шаралардың басты элементі болып отыр. Бұл ойын қазақ халқының ұлттық мәдени мұрасы ретінде бағаланып, жастар арасында қызығушылық тудыруда. Бақылау сұрақтары. 1. Қолдау ойынның шығу тарихы қандай дәуірмен байланысты? 2. Ойынға қанша қатысушы қатыса алады? 3. Ойынның негізгі мақсаты неде? 4. Ойынға дайындық кезінде қандай әрекеттер жасалады? 5. Құралды қалай лақтыру және ұстау керек? 6. Қарсыластың әрекетін болжау маңызды ма? 7. Ойынның тәрбиелік мәні қандай бағыттарда көрінеді? 8. Қазіргі заманда қолдау қандай іс-шараларда өткізіледі? 9. Ойын арқылы балалар қандай психологиялық қасиеттерді дамытады? 10. Неліктен қолдау ұлттық ойын ретінде маңызды? Келесі сабақтың тақырыбы теңге ілу. Назарларыңызға рахмет.